Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары, бүгінгі видеода сендерге 21, 22, 23 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Ең алдымен видеоны көріп бастамас бұрын, менің жаңадан қосылып жатқан көрермендерім болса, яғни ата-аналар немесе менің оқушыларым болып жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп кетейік, және видеоның соңында ұнап жатса лайк басып, және де достарымызбен бөлісіп қояйық. Және де тағы бір айтатыным, видеодағы сабақтарды көшіріп алу міндетті емес. Осы сабақтарға қарап өздерің тапсырмаларды өз беттеріңше орындасаңдар болады. Және де видеоны айналдырмай соңына дейін көреміз, себебі сабақты дұрыс түсінбей қалуымыз мүмкін. Ендеше кеттік, орындаймыз. Бізде communication, asking and telling the time. Яғни бізде уақытты сұрау және уақытты айту жайында тапсырмалар орындаймыз. I can ask for and tell the time. Мен сенен сұрай аламын сағат уақыттың қанша болғандығын дейді. Exercise 1. Match the times in the box with clocks 1 till 6 and say times. Яғни суреттегі уақыттардың қанша болғандығын сөздермен сәйкес етіп жаз дейді. Бұл жерде бірінші суретте, яғни бізде 2-ден 15 кетті, оны біз quarter past 2 деп айтамыз. Quarter past 2. Яғни сағаттың 15 кеткендігін quarter деп айтамыз. Екінші суретте бізде 10-ға 15 минут қалды. Quarter to 10. Quarter to 10. Келесі үшінші бізде тура сағат 8 болды. 8 o'clock. 8 o'clock. Төртінші 11-ден 5 кетті. Яғни 5 past 11. Бесінші бұл жерде 3:30 болды. Сағат half past 3. Half past 3. Алтыншы 6-дан, яғни 6-ға 20 минут қалды, 20 to 6. 20 to 6. Келесі екінші тапсырма, бірінші тапсырма жазып аламыз, екінші тапсырма. Listen and draw the times you hear, then listen again and repeat дейді. Яғни бұл жерге тыңдалым екен, тыңдалымды тыңда, және де тыңдағаның бойынша мына жаққа сағаттың тілдерін сәйкестендір дейді. Яғни тыңдалымда бізде бірінші суретте half past 8 дейді. Half past 8. Яғни сағат 8:30 болды дейді. 8:30 болды дейді. Яғни бір тілін 8-ге қоямыз, үлкен тіл, кіші тілін, үлкен тілін біз 6-ға қоямыз. Екінші суретте 10 to 10. 10 to 2 дейді. Яғни бізде 10 to 2 дейді. Яғни бұл жерде 2-ге 10 минут қалды дейді. 2-ге 10 минут қалды дейді. Үшінші, quarter past 10. Quarter past 10 дейді. Quarter past 10. Яғни 10-нан 15 кетті дейді. 10-нан 15 кетті. Төртінші, 11 o'clock. Сағат 11 болды дейді. Бесінші, quarter to 10. Quarter to 1 дейді. Quarter to 1. Quarter to 1. Яғни бұл жерде 1-ге 15 минут қалды дейді. Алтыншы, 25 past 3. 25 past 3. Яғни бұл жерде сағат 3-тен 25 кетті дейді. 3-тен 25 кетті дейді. Келесі үшінші тапсырма. Listen to the conversation. What activity is Lily interested in? Тыңдалымды тыңда дейді, және Лили қандай іс-әрекетке қызығады дейді, қандай клубқа барғысы келеді дейді. Яғни Lily is interested in the music club. Яғни Лили музыкалық үйірмеге қызығады деп жауап береміз. Төртінші, study the key phrases, then listen to the conversation again and complete the web page дейді. Яғни мынау key phrasesті оқы дейді, және мына бос орындарды толықтыруымыз керек. Бұл жерде бірінші орынға Tuesday уақытын қоямыз, екінші орынға Saturday. Үшіншіге біз 12-ден 15 кетті деген уақытты қоямыз, төртіншіге 2:30 уақытын қоямыз. Бұл жерде оқып отырып уақыт кетірмей қояйық. Келесі алтыншы тапсырма, бесінші тапсырма. Exercise 5. Listen and repeat the dialogue. What activity is Jim interested in дейді. Яғни тыңдалымды тыңда дейді, және де Jim қандай үйірмеге қызығады дейді. Жауап береміз. Тыңдалым тыңдаймыз, және диалогты оқимыз. Jim is interested in baseball club. Яғни Jim бейсбол клубына барғысы келеді, үйірмесіне. Келесі алтыншы тапсырма. Exercise 6. Working pairs.
Prepare a dialogue, change the words in blue in exercise 5 using information on the website. Then practice your new dialogue. Яғни мына 5-ші тапсырмадағы диалогты өзгертіп, яғни көкпен жазылған сөздерді өзгертіп, жаңадан диалог құрастыр дейді. Мен мына жерде құрастырып қойдым. Here is the activity center web page with the different clubs. One is a music club, яғни бұл жерде көкпен жазылған сөздердің орнын өздеріңе сәйкес етіп барғыларың келетін клубты жазып, және де ол қай күндері болады, және қай сағатта болатынын жазып өзгертсеңдер болады. Мен тек мысал келтірдім. Бұл жерде жазбай қалдырып кетсем де болатын еді. Себебі сендер үнемі 5-ші тапсырма қайда, 6-ші тапсырма қайда деп сұрап жатасыңдар. Себебі мен ол тапсырмаларды жазбайтын себебім өздеріңе байланысты, іс-әрекетке байланысты болғандықтан мен жазбаймын. Себебі мен жазсам, сендерге дұрыс болмай қалуы мүмкін. Мынаны көшіріп алмайсыңдар, себебі әркімнің баратын үйірмелер әртүрлі болуы мүмкін, иә. Келесі 22-ші бет project a club poster дейді. Яғни бірінші тапсырма exercise 1 read Rosa's poster. What information is on the poster? Яғни мына жердегі постерді оқы дейді, және де сұраққа жауап бер дейді. Бұл жерде the poster tells us about the cost, the place, the time and the age of the club members. Age of the club members, yeah. Яғни мынау қате болып кетіп қапты. Сұраққа жауап бердік. Келесі 2-ші read the poster and answer the questions. Мынаны қайтадан оқимыз постерді, және де мынау сұрақтарға сол постер бойынша жауап береміз, иә. Бірінші сұрақ who is the club for? Бұл үйірме кімдерге арналған дейді. The club is for young people from 10 to 16 years old. Яғни бұл клуб үйірме 10 мен 16 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған дейді. Екінші when is the club? Бұл үйірме қай уақытта болады дейді. The club is on Tuesday. Келесі what time is it? Ол қай уақытта дейді. The club takes place between 4 and 7 o'clock. Яғни ол 4 пен 7-нің аралығында болады дейді. Төртінші where is the club? Ол үйірме қайда дейді. The club is at the youth center in Орынбор Street. Яғни Орынбор көшесінде орналасқан дейді. Who is the Роза Рымбаева? Роза Рымбаева is the instructor at the club. Ол клубтың жетекшісі дейді. Келесі 3-ші тапсырма make a poster for a club, follow the steps in the project checklist. Яғни мынандай постер жаса дейді. Яғни плакатқа немесе қағазға жасасақ болады. Ол жерде мыналарды қолданып сол постерді құрастырсаң болады дейді. Бірінші choose an activity for your club. Өзіңнің клубың жайында мағлұматтар жина дейді. Answer the questions in exercise 2 for your club. Өзіңнің үйірмеңе байланысты мына сұрақтарға жауап бер дейді сол постердің ішінде. Келесі find some photos for your poster. Яғни постерға мынандай суреттер жинақта дейді. Make a poster with your text and photos. Постеріңді тексттермен және суреттермен құрастырып жина дейді. Яғни постер құрастырдық. Футбол клуб деп есімін қойдым, яғни футбол үйірмесі. Бұл жерде әртүрлі үйірме жасанар болады. Өздерінің музыкалық немесе домбыра немесе әртүрлі үйірмелер бар, иә. Бұл тек мысал мына жақта жазылғандар. Келесі 2-ші the club is for young people from 10 to 17 years old. Яғни футбол үйірмесі, бұл үйірме 10 мен 17 жас аралығындағыларға арналған дейді. The club is on Sunday. Ол үйірме сенбі күні болады, жексенбі күні болады деп жаздым. The club takes place between 3 and 5 o'clock. Ол сағат 3 пен 5 аралығында болады. The club is at center in Жамбыл Street. Яғни ол Жамбыл көшесінде орналасқан деп жаздым. Осылай жазсаңдар болады. Бұл тек мысал, тағы да ескертем. Келесі 4-ші put all of the posters on the wall. What activities are popular? Яғни қабырғаға өзіңнің постеріңді іл дейді, және басқа оқушылардыкінің қайсы постер әдемірек, жақсырақ болып шықты дейді. Келесі 23-ші бет vocabulary puzzles дейді. Яғни мына жақта біз пазлды орындауымыз керек. Бұл жерде бірінші жаттығу exercise 1 complete the crossword, write the opposites of the words in the box. Яғни мынау сөз жұмбақты шеш дейді. Яғни мына сөздердің қарама қарсы сөздер арқылы шешуіміз керек. Бірінші сөз unpopular дейді. Мен яғни қарама қарсы сөздерін жазып қойдым. Unpopular сөзі атақты емес дейді, яғни оның қарама қарсы сөзі popular, атақты болады. Сонда мына P-дан жазып басталған жерге popular сөзін қоямыз. Екінші interesting дейді, яғни мынау бұлай созылған жерге boring сөзін қоямыз, boring. Келесі terrible дейді, terrible. Яғни бұл жерге great сөзін қоямыз. Ол мына жерге мұқият қараймыз, мен көрсетіп тұрған жерге terrible сөзін қоямыз. Келесі
great сөзін қоямыз. Яғни мына екінші мұқият қараймыз. Мен көрсетіп жатқан жерге сол сөздерді жазамыз. Яғни екінші бағанадағы сөздерді мына жаққа жазамыз. Келесі үшінші expensive-тің қарама қарсы сөзі cheap. Яғни мына с-дан басталып тұрған жерге cheap сөзін жазамыз. Келесі difficult сөзіне қарама қарсы сөз easy. Яғни ол мына easy мына жерге жазылатын болады. Келесі екінші тапсырма exercise 2. What is in Julie's room? Julie'дің бөлмесіне қара дейді. Unscramble the letters and label the picture дейді. Мына жерде сөздердің орны, әріптердің орны ауысып кеткен, соны дұрыстап жазуымыз керек. Бірінші сөз ол берілген спорт сөзі. Екінші сөз films. Үшінші animals. Төртінші games. Бесінші singer. Алтыншы food. Жетінші team сөзі. Келесі үшінші тапсырма exercise 3. Find 5 more words for favorite things. Use the extra letters to spell a sport. Яғни мына жерде ұзыннан берілген сөздердің арасынан біз сөздер құрастыруымыз керек. Яғни ол жерде бірінші TV program сөзі бар, color сөзі бар, place сөзі бар, film star сөзі бар, және де team сөзі бар. Және өздерің тағы да сөздер тапсаңдар, белгілеп жазсаңдар болады. Осы сөздерді мына жақтан қоршап белгілесеңдер болады. Сонымен бүгінгі біздің талдау сабағы аяқталды. Оқушыларым, сау болыңдар.